Hello everyone. Бүгін біз сіздермен part 4 4-ші бөлім lesson 3 unit 4 lesson 3 exercise 1 look, read and complete. Бірінші жаттығу look оқы, look қара, read оқы және complete жалғастыр дейді. Then match дейді, кейін сәйкестендір дейді. Бірінші мысалға қараймыз. He makes a sandcastle on a hot day дейді. Ол жасайды нені? Sandcastle құмнан. Ыстық күні құмнан замок жасайды дейді, я. Бірінші суретке д-ны қойған, я, сәйкестендіріп. Келесі екінші мысалда she skiing on a snowy day дейді, я. Ол не істейді дейді? Қарлы күні шаңғы тебеді дейді. Шаңғы тебуге не істейді? Барады, я. Яғни бізде бірінші сурет таңдаймыз. C вариантын. Бару деген бізде go, я. Яғни he, she, itте, present simple'да етістікке es жалғанады, я. Goes. She goes skiing on a snowy day. Келесі үшінші мысалда he a kite on a sunny day дейді. Ол не істейді? Ұшырады, я, нені? Кайт батпырауық. Қандай күні? Күн шуақты күні батпырауықты ұшырады. Ұшыру деген бізде fly, яғни мына жерге flies болады, я. Бізде y әрпіне аяқталса, y әрпі I әрпіне өзгеріп кетеді де es жалғанады, я. Flies. Үшінші суретте біз B вариантын қоямыз, я. Келесі төртінші мысалда he a book on a cold day, я. Ол не істейді? Кітапты суық күні, cold day, суық күні кітапты не істейді? Кітапты оқиды. Яғни мұнда бірінші сурет болады, я. Кітап оқып тұр. A вариантын қоямыз. Кітап оқу деген бізде read. Яғни үшінші жақта етістігімізге es жалғанады, я. Reads. Келесі exercise 2 next answer about yourself. Жауап бер дейді, yourself. Жауап бер, ол жайлы жауап бер дейді. Do you make a sandcastle on a sunny day? Сен құмнан замок жасайсың ба деп тұр, я. Күн шуақты күні құмнан замок жасайсың ба дейді. Yes, I do. No, I don't. Жауап береміз, я. Бізге бірінші вариантын жауап береміз. Do you drink hot chocolate on a cold day? Не дейді? Екінші сөйлемде сіз ыстық шоколадты ішесіз ба суық күні дейді, я. Я, біз ішеміз, я. Яғни I do деп жауап береміз, я. Келесі. Do you go swimming on a rainy day? Сен ыстық күні swimming a rainy, жаңбырлы күні шомылуға барасың ба дейді, я. Жоқ деп жауап береміз. Бармаймыз, я, жаңбыр жауғанда. No, I don't. Келесі. Do you eat ice cream on a hot day? Сен балмұздақты ыстық күні жейсің ба дейді. Я, жейміз, я. Yes. Yes, I do. Мұнда жазамыз. Yes, I do. Мұнда да yes, I do. Келесі үшінші жаттығу next exercise 3 read and circle дейді. Оқы және дөңгелекте дейді. Бірінші мысалда көрсетілді. Do немесе does қоямыз. You drink milk дейді. Сүт ішесің ба деп тұр, сұрап тұр, я. Біз present simple'да сұрақ қоятын болсақ, немесе болымсыз түрге айналдыратын болсақ, do көмекші етістігін қолданамыз, я. Do және does. Does бізде үшінші жақта қолданылады. Келесі екіде. Does do Elsa eat ice cream дейді, я. Біз біріні қалай анықтаймыз? Бірінші сұрақ қоямыз, я. Subject ауымыз кім? Elsa. She болып тұр, я, ол. She болса, біз, яғни does'ды қоямыз. Does Elsa eat ice cream
Элса мороженое жейді ма? Балмұздақ деп тұр, иә? Әсел doesn't дейді. Fly a kite in winter дейді. Әсел қыста не істейді? Батпырақ ұшырмайды дейді, иә? Әсел кім? He, she, it болып тұр. Яғни біз does'ды сразу белгілейміз, иә? Келесі I болғанда, яғни сразу do болады, иә? I don't make a snowman on a windy day, иә? Мен желді күні аққала жасамаймын деп тұр, иә? Do she read a book on a rainy day, иә? Жаңбырлы күні кітап оқисың ба деп тұр, иә? Ол кітап оқиды ма деп тұр. She деп тұр, яғни does'ды қоямыз. Does she read a book on a rainy day? деп сұрақ қойып тұр.